соңғы жаңалықтар. Коронавирустың омикрон штаммы таралу жағынан дельтаны да басып озды. Ол азайып тұмаумен қоса жұғып, жағдайды тіпті ушықтырып бара жатыр. Елімізде болып жатқан пандемияға байланысты қалыптасқан жағдай күрделене түсуде. Бүгінгі күні мектеп оқушыларына қандай іс-шара ұйымдастырсақ та, ең басты сақтық шараларын және карантин ережелерін қатаң сақтауға шақырамын. Қарағанды облысының білім басқармасы, Қарағанды облысының білім беруді дамытудың оқу-әдістемелік орталығының ұйымдастыруымен Бұқар-Жырау ауданы білім бөлімінің жылдық жұмыс жоспарына сәйкес Үштөбе ауылы, Үштөбе тірек мектебі ресурстық орталығы коммуналдық мемлекеттік мекемеде 2022 жылдың 24-29 қаңтар аралығында математика айналамызда атты математикалық сауаттылық апталығы өткізілетіндігі хабарлайды. Толығырақ тілшіміз әңгімелейді. Қайырлы күн, қадірлі достар. Математика айналамызда атты математикалық сауаттылық апталығымыз басталды. Әрбір өскелең жас ұрпақтың ішкі дарындылығын, талантын тәрбиелеуде еліміздің үлкен тірегі жас ұрпақтың білімді, дарынды, зерек болуы заман талабы. Осыған байланысты оқушылардың шығармашылықпен айналысуына сыныптан тыс пәндік сайыстар өткізудің тигізер септігі мол. Сондықтан 5-11 сынып оқушылар арасында математиканың маңыздылығын насихаттауда әртүрлі сыныптан тыс іс-шаралар өткізілмек. Атсалысып белсенділік танытыңыздар, апталық мақсаты бойынша толығырақ әріптесім баяндайды. Математика айналамызда атты апталықта математикалық мәдениетті қалыптастыру, математикалық сауаттылықты дамыту, ашық іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу арқылы педагогтер мен оқушылардың кәсіби шеберлігін жетілдіру мақсаты алға қойылып, білім алушыларды математикалық тапсырмаларды орындатуға тарту, математика бойынша білім деңгейі жоғары білім оқушыларды анықтау, оқушылар арасында математиканың өмірдегі маңыздылығын насихаттау, білім алушыларды өз бетінше жұмысқа тарту, олардың математикаға қызығушылықтарын арттыру, математикалық қабілеттері бар оқушыларды анықтау, математикалық ғылымдарды тереңдетіп оқуға ұмтылу, математика саласында білім алушылардың дамыту үшін педагогикалық технологиялар банкін қалыптастыру міндеттері жүктелді. Құрметті оқушылар, қаңтар айының 24 мен 29 аралығында математика айналамызда апталығында өтетін іс-шараларға белсенді қатысуларыңызды сұраймыз.